Баршаңызға сәлем достар, сіздермен баклажан салатын дайындайтын боламыз. Менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіз. Алдағы уақытта түрлі салаттардың рецепті шығады. Бізге керекті заттар: баклажан, қызанақ, чеснок, петрушка. Алдымен баклажанды осылай бір жағын алып тастаймыз. Содан соң қалған бөлігін видеодағыдай етіп жақсылап турап аламыз. Баклажанды турап болдық. Енді үстінен 2 ас қасық крахмалды сеуіп, жақсылап араластырамыз. Содан соң қызып тұрған майға баклажанымызды жақсылап сары түске боялғанша қуырып аламыз. Міне осындай түске енген уақытта баклажанымызды майдан сүзіп аламыз. Баклажанымыз толықтай суығанша басқа заттарын турай береміз. Сарымсақты осылай пышақтың көмегімен майдалап турап аламыз. Содан соң петрушкамызды тураймыз. Оны да майдалап, жақсылап тураймыз. Келесі кезекте қызанағымызды көлемді етіп тураймыз. Қатты майда болып кетпесін. Артық жерлерін кесіп алып тастаймыз. Енді жаңағы қуырылған баклажанымызға қызанақты, басқа да туралған заттардың барлығын қосып, дәміне қарай тұз және соевый соустан 2 ас қасық қосамыз. Қатты араластырмаймыз, себебі баклажанымыз езіліп кетуі мүмкін. Міне біздің салатымыз дайын. Осылай бетіне әсемдік үшін күнжіт сепсеңіздер болады. Дәмі өте керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен болған Жансая.